Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Бауырлармен бір тақырыпты айтсам деп отырмын. Бүгін негізі сұрақ ретінде келген ол сұраққа мен жауап бердім, бірақ бұл жерде сәл кішкене асығыстау сұрақ көп болғаннан кейін жауап бересің ғой. Бұл енді жеке өзің ойланатын болсаң, бұл мұсылман баласын қорқытатын нәрсе, уайымдататын. Өйткені бір нәрсе бар, мұсылмандар иман келтіргендердің қорқатын нәрсесі бар, бірақ иман келтіргендер одан қорқпайды. Мұсылмандардың қорқпайтын нәрсесі бар, бірақ иман келтірмегендер одан қорқады. Сол үшін иман деген адамды өзгертеді ғой. Құранда келгенде хал яставиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Білетіндер мен білмейтіндер тең ба деген аяттар бар. Болмаса басқа аяттарда ла ястави асхабун нар асхабул жанна, жәннатқа кіретін, дозаққа түсетіндер мен жәннатқа кіретіндер тең емес дейді. Ол тек қана о дүниеде тең емес. Дүниеде көзқарасымыз, алға қойған мақсатымыз, ұмтылысымыз, оны енді өздеріңде былай байқайтын шығарсыңдар. Намаз оқымайтын адамдардың бір қызығатын нәрселері болады, намаз оқымайтын адамдардың өзінің бір әңгімелері болады. Мұсылмандарға ол қызық емес. Бірақ мұсылмандардың әңгімесі болады, оларға қызық емес. Жаңа айтқан сияқты, олардың бір қорқпайтын дүниесі бар, бірақ мұсылмандар қорқады. Жалпы оған байланысты хадис бар. Хадис құдсиде келеді ғой, Аллах Тағала айтқан: "Ва иззати дейді, ла ажмау ала абди ала хауфайни ва ла амнайни" дейді. Ұлықтығымен ант етейін дейді. Мен құлыма дейді, екі бірдей қорқынышты жинап бермеймін оған дейді, және екі бірдей амандықты жинап бермеймін. Екі бірдей қорқыныш дегені, кейін хадистің жалғасына түсіндіреді өзі. Фаман хафани фид дуния аммантуху фил ахира деген фил яумил қияма деп келеді. Кім бұл дүниеде менен қорқып жүрген болса, қияметте қорқытпаймын болды дейді. Бұл дүниеде Құдайдан қорқып, Аллахтың айтқанын істеп, әйтпесе өздеріңіз ойлаңыздаршы, енді араларыңызда қанша бір 10 жыл, 20 жыл уже намаз оқып жүргендерің бар ғой. Күніден 5 рет намаз. Егер иман болмаса, жай адамның түсінуі, көп адамдар осы үшін де намазға келмей жүргендер бар. Қойы, азанда ерте тұру керек па, 5 рет намаз оқу керек. Бірақ сол 20 жыл, 30 жыл, даже енді өздеріңізде көрген шығарсыздар, мен де көзбен көрдім ғой. Апаларды көрдім, аталарды көрдім. Бір апаны білем, мен оның сөздерін уағызда жиі пайдаланғам. Қарапайым кісі, үлкен ғалым емес, бірақ күйеуі молда болған адам ғой. 16 жасында намаз бастаған, 91 жасында қайтыс болды. Намазын тастамаған. Сонда ол бір жолы 90-нан асқан шағында, ол кісінің апалары жақсы көрді, көп сөйлемейтін кісі еді. Бірақ елдер сол кісіні шақыратын, бір батасын алғысы келетін да. Өз кішкентай бір томалақ кемпір еді. Көп сөйлемейді, сол бата сұраса батасын беріп қояды. Анда-санда бір қысқа сөйлейді, бір қызық әңгімелер сөйлейді. Мысалы, ана бір естіген болсаңыздар, мен уағызымда айтамын ғой. Баласын айтам, баласы қазір намаз оқиды. Балам, баласы мемлекет қызметте жұмыс істейтін. Құдайды ұмытпаңдар, енді қалай болса да ұмытпаңдар. Тауық құрлы миларың жоқ па? Тауықта бір рет су ішсе, екі рет Алла деп аспанға қарайды ғой деген сияқты. Осындай сөздер айтатын, қарапайым өзінің деңгейінде. Болмаса, дүниенің кездесіп жатқан бейнеттерге ұрысып таласа бермеңдер. Біз жер бетінде жыбырлап жүрген құрт құмырсқа сияқты нәрсеміз ғой. Тіршіліктің бәрі аспанда болып жатыр дейді. Аяқта шешіліп жатыр бәрі дейді. Біз тек қана жыбырлап жүрген тіршілік иелеріміз деген. Сол кісі 16 жасында намазын бастаған, сөйтіп 90-нан асқан кезінде көліктен түсіп жатып, аяқ тайып кетіп, белі сынып қалады. Кәрі кемпір ғой. Сосын больницаға алып барады. Енді 90-ға келген адамның сүйегінің бітуі қиын ғой. Белі сынған оның үстіне. Сонан постельный режим болады. Содан кемпір жылай береді, бала үйіне шығарады, үйінде жылайды. Баласы намаз оқи алмай қалдым, ұят болды, уже Құдайға барайын деп тұрған кезде, мына белім сынып қалды ғой енді. Содан жаңағы апасын жұбатып көрем дейді. Ой, апа, сіз қанша жыл намаз оқыңыз, болды сізде уже перебор сізде, деп жұбатқысы не алмайды. Ұят болды, Құдайдан ұят болды, мен уже Құдайдың алдында енді есігін қайындап жатқан кезде намаз оқи алмай қалған деп. Сөйтсе, ол кісі екі нәрсені көрмеген екен. Кейін енді баласы мені шақырып алып келді ғой.
Апам уже көзі ісіп кетті жылағаннан депші. Алла кешірші деп. Сонда екі нәрсе өмірінде кездеспепті. Таяммум алып көрмеген ғой. Ойлаңыздар, 16 жастан бастап 90 жас дей берейікші, 90 асып кетті кісі. Сонша жыл намаз оққан, таяммум алып көрмеген. Тек қана сумен дәрет алған. Өйткені өмірінде ондай случай кездеспеген да. Жаз болсын, қыс болсын, суық болсын, ыстық болсын, ылғи дәрет алып намаз оққан екен. Енді мына жерде үйінде кісілер болмай қалады, баласы қызметте кетіп қалады, келіні жұмыста, бухгалтер болып істейді деген сияқты. Сонда үйінде қалған кезде бел қимылдамайды, төсекте жатыр. Сонда жаңа таяммум соғуды ол кісі білмейді екен да. Екінші, ол кісі ишаратпен отырып оқу, жатып оқу дегенді білмеген ғой. Бүкіл намазы 16 жасынан бастап 90-ға дейін қиям, руку осымен келе жатқан адамда. Сонда жылап жатыр. Қайтыс болатын кезде Құдайдан ұят болды деп. Сосын мен барып, апа, таяммум деген болады. Ол не нәрсе? Құрғақ дәрет. Ол не нәрсе? Топыраққа былай ұрасты, бетіңі сипайсың. Ойбай, ұят емес пе? Сондай да дәрет. Су емес, басқа емес деп. Жоқ, Құдай тағала өзі айтқан. Ондай болмайтын шығар деп. Сосын ол кісінің күйеуі молда болған ғой. Күйеуінің Құраны бар. Бағанадан оқыдым, соны алып, ашып оқыдым. Міне апа, тыңдаңыз. Фатаяммаму суидан таййибан деген сияқты топырақпенен жаңағындай таяммум жасаңдар деп соны оқып беріп едім. Апамыз қуанғаннан жыласын. Құдай қандай мейірімді дейді. Вообще егер шаман келмесе таяммумды соқ деп айтады екен ғой деп. Сосын барып жаңағындай енді ол кісі тұрып оқи алмайды ғой, жатыр. Намаз қалай оқимын дейді, жатып ишаратпен оқи беріңіз десем, ұят емес па дейді. Сосын қайтадан Құран аштым, оқыдым. Аллазина язкуруналлаха қияман ва қуудан ва аля джунубихим. Олар тұрып та, отырып та, жатып та Аллахты еске алады деген аятты оқып едім. Қайтадан Аллахқа мақтау айтты. Аллах бәрін жеңіп. Сөйтіп сол кісі жатып оқиды, басында белі сәл қатайып бастаған кезде төсегінің басынан орамал байлап қойған. Тартады кәдімгідей. Рукух сәжде қылатын кезде, сосын жібере салады, жатқан кезде Фатиха сүресін оқып алады. Сосын қайтадан сөйтіп намазын оқып жүрді. Сол күйінде кетті. Енді айтайын дегенім, сен осынша жыл 5 уақыт намазды тастамай оқу үшін қандай үлкен күш керекті? Ол қандай күш? Ертең Аллахқа жолығамын. Аллах менен намаз жайында сұрайды. Намаз жаннаттың кілті. Мен тозақтан қорқамын деген осы сияқты пікірлер оған күш бергенді. Ол кісі мүлдем намазға қиналмаған, намазсыз қалған күндерге жылап жіберген. Санаулы күндер үшін. Сол үшін хадисте келген сияқты Аллах ва иззати ла ажмау аля абди аля хауфайни ва ла амнайни деген сияқты мен құлымның жүрегіне екі бірдей қорқыныш салмаймын. Аллах өзімен ант етіп жатыр. Уағалейкум салам ва рахматуллах. Уағалейкум салам ва рахматуллах. Өзімен ант етіп жатыр да. Яғни ол не деген сөз? Бұл дүниеде менен қорықты ма дейді. Ол дүниеде ол адамды қорқыныш болмайды дейді. Бұл дүниеде менен қорықпай өмір сүрді ма дейді. Ана жақта қорқыныш күтіп тұр дейді. Ахафтуху фил ахира. Бұл дүниеде қорықпағандарды ол дүниеде қорқытамын дейді. Қазір қараса көп адамдар бар ғой. Намазын не береді, өздерін оқи берді, жүрегім таза болса болды деген сияқты көп нәрсе айтылады. Енді мен айтайын деп отқан тақырыбым мынандай тақырыпта негізі. Сұрақ мынандай. Бір бауырымыз, енді бір Құдайға сенбеймін деген жігіт бүйтіп айтты да, әлеуметтік желіге. Бір сұрағым бар мұсылмандарға қоятын. Сол сұраққа жауап берсеңдер, исламдан бірден қабылдаймын депті. Бір сұрағым бар, жауап берсеңдер, сразу исламдан қабылдаймын депті. Ана кісі енді соны көрген әлеуметтік желіден сөйтіп маған жіберіп жатыр ғой, дәке бұған не дейміз? Мен өзімнің шамамен жауабым бар, бірақ енді сіз кім тыңдайын дегендей. Сонда былай екенде, сендер айтасыңдар ғой, иман келтіргендер жәннатқа кіреді, иман келтірмегендер тозаққа түседі. Жақсы, иман келтірген мұсылмандар, сендер жәннатқа кірдіңдер. Ал иман келтірмеген әкең яки шешең тозаққа түсіп кеткен болатын болса, сен жәннатта рахаттанасың ба, рахаттанбайсың ба? Осыған жауап беріңдерші деп сұрақ қойған екен.
әкең мен шешең тозаққа түскен болса несі рахат деген сияқты ғой енді былай айтқанда. Біріншіден, енді мына Аллах тағалаға біз міндетсіне алмаймыз да. Аллах тағала бізге міндетсінсе болады. Өйткені Аллах тағала біз сізде Аллах болып қалып кете береді. Wa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha laghaniyyun hamidun. Егер сендер кәпір болып кеткен болсаңдар, Алла сақтасын. Жер бетінде адамзат баласын кәпір болып кетті. Ешкімге Құдай да керек емес. Болды, уақытша дүниемен ғана шектелді. Залика маблағу минал илм. Аллах кәфірлерді айтады ғой. Олар дүниенің білімі бар, оларды айтады. Олардың білімдері дейді, қабірге дейін ғана дейді, болды дейді. Өлген кезде бүкіл нәрсесі таусылады. Ад-дуnya лил кафири күллі шей дейді. Мына дүние кәпір үшін бүкіл нәрсесі осы ғана дейді кәпірдік. Кәпірдің бүкіл қызығы, бүкіл мақсаты, бүкіл ұмтылысы осы дүниемен ғана болды. Өлген кезде талқаны шығады, мақсат та бар, дым жоқ. Өйткені ар жаққа шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады дейді. Олар өздері таңдап алды соны. Енді біріншіден біз Құдайға міндетсіне алмаймыз, өзі басқа да аяттарда келеді ғой. ولا تمن عليه إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. وقالت الأعراب آمنا. Пайғамбар әкеп жаңағы бедуиндер біз иман келтірдік деп мұсылмандықтарына бет қалған кезде Аллах айтады, міндетсінбеңдер мұсылман болғандарың дейді. Аллах міндетсінсе болады сендерге иман берген үшін дейді. Өйткені бұл иман қарасақ, әкесі пайғамбарларға, баласы пайғамбарларға да бұйырған жоқ қой. Бұларға бұйырған жоқ. Күйеуі пайғамбар болғандарға бұйырмағандар бұл иман. Бірақ соның кезінде Аллах тағала тек сүйген құлына беретін иманды беріп қойған болатын болса, біз Аллахқа емес, Аллах бізге міндетсінсе болады да. Өйткені Аллах соған лайықты етіп тұрғандықтан. Енді екінші мәселе бар. Шынымен де ертең уже іс біткеннен кейін тозаққа, сен жәннатқа кіргеннен кейін шешең тозақта болса, әкең тозақта болатын болса, сен несі рахат жәннаттың деген сұрақты айтқысы келіп отыр ғой. Несі рахат деген сияқты. Міне осындай жағдай болмау үшін Құран түскен, осындай жағдай болмау үшін пайғамбарлар келген. Ескертті. Анаяқтан тозақ бар, анаяқтан жәннат бар. Тозаққа біреулер түсейін деп тұр, жәннатқа біреулер кірейін деп тұр. Жәннатқа кіргің келетін болса, мынандай нәрсе. Тозақтан құтылғың келетін болса, мынандай нәрсе. Тозаққа мына істер тозаққа түсіреді. Айтып қойды, инструкцияның бәрі берілді болды. Полный айтылды. Егер бір көшеде үлкен тоқ тұр дейік, трансформатор ма, сыртын қоршап қойдың үлкен бір напряжение. Өкімет жазып қойды сатына. Не подходи, убьет деп. Қоршап қойды, басқасын деп қойды. Бүкіл жаза. Соның өзінен қоймай, асылып, үйтіп, соның ішіне кіріп тоққа түскен болатын болса, өкіметтің оған кінәсі жоқ. Жазу жазылды. Но Адам алейхиссаламнан бері қарай келетқан хабарлар. Ибрахим пайғамбардан бері қарай келетқан хабарлар. Нух пайғамбардан инна хазла фи сухафил ула сухафи Ибрахим ва Муса. Бұл айтылған нәрсе таухид, тозақ, жәннат деген ол бұрыннан айтылып келе жатыр да. Ілгергі кітаптарда бар ол нәрсе дейді. Ибрахимге алейхиссаламға түскен парақтарда бар. Муса алейхиссаламға түскен парақтарда бар ол хабарлар дейді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтады? Ва ма кунту бид'a минар русул. Мен бір сендерге жоқтан бар болған адам емес, мен бірінші рет айтып тұрған жоқпын бұл теманы. Маған дейін пайғамбарлар келіп кеткен, айтылған бұл уже әбден айтылып, бояуы сынып қойған, тек қана адамдар қалай ма, қаламай өз ықтиярында. Өз ықтиярында болып тұр. Бірақ шынымен де қазір қарайық. Қазақта мақал бар. Ауырып дәрі іздегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Тозаққа түсіп кеткеннен кейін енді не істеймін емес. Тозаққа түспеу үшін не істеу керек деген сұрақ мазалау керек та. Мысалға пайғамбарлар, соның ішіндегі соңғы пайғамбарымыз біздің пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ол кісі шынымен
тарихта болған адам. Ол кісі қай жерде туды, қай жылы туды, әкесі кім, шешесі кім, қанша жасында жетім қалды, қандай жұмыспен айналысты, қай кезде қой бақты деген сияқты. Ол кісінің пайғамбар қанша жасында берілді, бүкілін біз жақсы білеміз. Бұл ойдан құралған бір персонаж емес ол. Ол халық емес, ол спайдерман емес ол. Бұл шын өмір сүрген адам. Ол кісі пайғамбар болмай тұрған кезде адамдар білетін, ол кісінің Құдайдан қорқатындығын. Ол кісі пайғамбар болмай тұрған кезде адамдар білетін, оны Аллахқа ширк қоспайтындығын. Ол кісі пайғамбар болмай тұрған кезде оған адамдар әмин деп ат берген. Ең сенімді адам. Пайғамбарға болса атау берілді. 40 жасында пайғамбар болды да, пайғамбарымыздың ең бірінші айтқан сөзі не болды? Я аюханнас, ей адамдар, қулу, айтыңдар, ла илаха иллаллах. Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. Айтыңдар, туфлиху, құтыласыңдар деді. Болды, бәрі дұшпан болып шыға келді. Неге? Өйткені біреу әруаққа сыйынып жатыр. Біреу пайғамбарға сыйынып жатыр. Жұлдызға сыйынып жатқандар бар. Аллахтың қатарында. Аллахтың қатарында. Қазір кезде таңғалам. Көбінесе тәңіршілерде тарихта жоқ, білімде ештеңе жоқ қой. Бір Аллаға сыйын деген сөз еститін болса, жоқ ой, бұл арабтың діні бізге керек жоқ. Біздің ата-бабамыздың өз діні бар. Біз әруаққа сыйынғанбыз, сыйына береміз дейді. Арабтар Құран түскенге дейін әруаққа сыйынған. Сен араптан қашам деп арабтікіне жүгіріп жатсың да, жахилеттегі арабтарға. Ол Құран адамзат баласынан бір өзіне сыйынуға шақыратын, бір өзіне сыйынуға шақырып жатыр. Сонда пайғамбар болды, одан кейін пайғамбарымыздың көрген қиындықтары, енді оны сіздер естідіңіздер, оқыдыңыздар. Негізі білмеймін ол. Өте қиын. Мысалға, кішігірім бір уағыз айтасың ғой, шамамен енді бірнеше жылдар болып қапты. Сол кезде неше түрлі сөздер болады. Бұл уахабист бұл. Бұл оңбаған бұл. Ана қазақтың балаларын Сирияға жіберген көз жасына қалды жауап береді. Енді осыны бір көп енді өтіріктер. Бұл деген енді шетелден ақша алады екен. Ол кейбір өсек сөздер болады. Өсек сөзден бөлек арыздар түседі. Енді көп арыздар болған. Енді мен қасында жүрген біраз кісілер біледі. Сонда алғашқы кезеңде, соңғы кезеңде жас ұлғайғаннан кейін қатты өкпелемейтін болып қапсың. Бірінші болған кезде кәдімгідей ренжіп, не сонда мен сендерге тозақтан, жәннаттан хабар бергенім үшін сенден ақша сұрап отқан жоқпын. Құранға шақырған үшін кінәлімін ба сонда? Кезінде жас кезінде айтады ғой сен. Үстіңе арыз түсіп, арызды түсіріп атқандар, арызды қарап отқандар. Сендер қазақ емессіңдер ме, сендер мұсылман емессіңдер ме? Бұдан не жамандық көріп тұрсың? Мен сендердің қорада қойынды ұрлап жатырмын ба, жоқ біреуін боқтап жатырмын ба деп. Сөйтіп өзімше ашынатым да. Сөйтсем ол заңдылық екен ғой, солай болуға тиісті екен. Кейіннен кейін жарайды дейсің да. Бірақ бәрібір әсерін тигізеді. Бірақ бәрібір қараңыздар, біз қарнымыз тоқ, көйлегіміз көк, дұрыс па? Өзімше қиналдым деген адам қараң, мен қандай жерде отырмын. Қиналып жатырмын деген адам киім жүрген, киіміміз тозып тұрған жоқ қой біздің. Жаяу жүрген жоқпыз. Ал пайғамбарды еске алып көріңіздер. Адамзат баласының абзалы. Ешкімнен билік сұрап жатқан жоқ, байлық сұрап жатқан жоқ. Біреудің қорадан түйесін ұрлап кеткен жоқ. Ештеңе істеп жатқан жоқ. Бірақ пайғамбарымызға сондай нәрселер жасалды. Мен ойлаймын, осы отырғандарымыздың басымыздың ешқайсысынан олар өткен жоқ. Пайғамбарымыз Аллахқа шақырып отыр, бетіне түкірді. Білмеймін, ана кісінің өте көрікті адам, ол кісі пайғамбар болмай тұрғанның өзінде бетіне түкіру мүмкін емес та, әдемілігінеш. Андай көрікті кісіге бетіне түкіру мүмкін емес та. Ал пайғамбар болғаннан кейінше. Сонда шайтан деген айдап жатыр да, уахум лахум жундун мухдарун дейді. Аллахқа серік қосқандар дейді, өзінің сыйынған нәрселердің әскері болады дейді. Дым пайда келтірмей олар
сыйынған нәрсесі оған пайда бермейді. Бірақ соған өздерінше бір құшырланып әскер болады да. Пайғамбардың бетіне түкірген. Пайғамбарымыз сәждеде тұрған кезде, сәждеде жатқан адам ғой, құлшылыққа Құдайына. Үстіне түйенің шуын тастап кеткен. Шу дана түйе боталағаннан кейін құйрығынан түсіп қалатын нәрсе. Енді мал бағатындар білесіздер ғой. Түйенікі деген әлемді алады ғой. Өте бір жабысқақ, неприятный нәрсе. Қызы Фатима сол кезде кішкентай. Кәдімгідей ол жылады. Үстін тазалап жатқан кезде жылады. Және бұл қай жерде? Қағбаның түбінде отыр, центр города ғой. Енді осы сияқты өте көп. Пайғамбарымызды Таифта итше қуалап, үсті басын қан қылып, ол кісіге айтылған сөздер музаммам деп әдейілеп жаман аттармен атап, сахир, маджнун тарататын болған ғой. Ақындар деген өлең шығаратын болған пайғамбарымыз жамандап. Осының бәріне пайғамбар ешкім ақша төлеп атқан жоқ. Байкот жарылады. Аш болды пайғамбарымыз. Ішіне тас байлады. Қасында соны ергендер аш болды. Қасындағы адамдарды өлтіріп жатыр. Пайғамбарымыз қорғауға шамасы жоқ. Осының бәріне пайғамбар не үшін шыдап жатыр? Өйткені ол кісі ақиқатты біледі. Ол біліп отыр тозақ пен жәннаттың не екенін. Ол сол үшін әрекет жасады. Кейбір уағыздарында пайғамбарымыз кәдімгідей көрсең, енді өте сирек, мен мысалға білем. Осы Қарағандыда бір бауырларымыз, енді оны сіздерде сыртынан білесіздер ғой. Өздері айтып берген егіз бауырларымыз. Енді біреусі ағасы деп қаралады екен, олар енді араларында бір 15 минуттей айырмашылық болады ғой, бірнесі бір туып. Інім намазға құлаған дейді. Сонымен кеп уағыздайды мені, ол кезде мен темекі шегем дейді, отырам дейді. Былай енді жақсы сөздер, бірақ енді маған керек болып тұрған жоқ ол намаз дейді. Өздері кішкене орысшалау, брат, надо читать намаз, это ключ рая, осыны айтады. Тұрып отырам, қалдыман, екінші рет айтты, үшінші рет айтты. Бір жолы айтып атқан кезде мен айттым, сен қатты не қылмаш, это все правильно, но я сейчас не готов. Придет время, оқимыз ғой деп сен айта бермеш маған деп айтып едім дейді. Ол жылады дейді да. Еңкілдеп жылады дейді. Мен ондай жылағанды көрмеймін. Сынар ғой енді бірге туған. Әкесі бір шешесін бір уақытта бір қарынан шығып отқандар. Анан жылаған көріп, жаман болып кеттім дейді. Темекін тастай салып, братишка, что случилось? Что ты плачешь? Ты знаешь, я тебя хочу видеть в раю деп айтты дейді. Это дүния бітеді ертең. Я не хочу, мен өзімнің туған бауырымның Құдайға қарсы сөз сөйлеп жүрген. Құдайды күттірген. Анау сондай жылады дейді. Мен оның уағызы, бірнеше рет айтқан уағыз емес, көз жасынан не қып кеттім да. Братишка, все, жыламай қойшы. Оқимын намазды, оқимын деп. Жұбаттым дейді. Жұбату үшін дейді. Кейін сәждеге барған кезде жүрегіме иман кірді дейді. Пайғамбарымыз уағыздары осылай ғой негізі. Пайғамбарымыз уағыздары ағасы, немере ағасы, жаңағы Абу Талиб, соңғы яжуду нафсаху, соңғы демін шығарып отқан кезде пайғамбарымыз қасына келіп, я амми құл ла иляха илlallah, аға айтшы ла иляха илlallah деп айтшы. Ашфалака биха яумал қияма, осы сөзді айтсаң, олар намазға ештеңе үлгермейді. Қайтыс болып бара жатыр. Осы сөзді айтсаң дейді, мен саған осы сөзді айтқаны үшін қияметте шафағатшы болып араша түсем. Араша түсем, осы сөзді айтшы дейді. Бірақ қасында оның нашар достар болды. Абу Джахил бар, басқасы бар. Олар атарғаман билет Абдул-Муталиб, ата-бабаң жолынан тартасың ба? Ата-бабаң жолынан бас тартасың ба? Естеріңізде болсын. Діннің егесі ата-баба деп ойлайтын адамдардың ақылы дұрыс жұмыс істеп жатқан жоқ. Діннің егесі еш уақытта ешкімнің ата-бабасы діннің егесі бола алмайды. Арабтың да ата-бабасы, қазақтың да ата-бабасы, орыстың да ата-бабасы діннің егесі емес. Діннің егесі тек қана Аллах Тағала. Пайғамбар да діннің егесі емес. Ол кісі жеткізуші. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйтіп кетіп қалды. Аллах Құранда не деп айтты пайғамбарға? Иннака ла тахди ман ахбабта. Жақсы көрген адамның өзін тура жолға сала алмайсың депті.
ол Аллах бұйыратын нәрсе. Бірақ шынымен де қараңыздар, енді сұрақтың өзіне керекші. Не болады сонда? Иншалла үміт Алла тозақтан сақтасын. Енді тозақ емес, мына дүниенің өзінде бір отпен үйтем десе, оның өзі, білмеймін, оңай шаруа болмайды. Енді бәрін көрген шығарсыңдар. Онда оқиға кездескен шығар. Өртенген адамдарды көрген шығарсыңдар. Мынау Ұлы Отан соғыс кезінде концлагер болды ғой. Неше түрлі адамдар енді концлагерда эксперимент жасайды ғой. Бірақ соның ішіндегі адамдардың есінде қатты қалып кеткенде отпен азаптау болғанда. Арнайы пештер болған. Жұмысқа жарамай қалатындар, ауру нелерді пештің ішіне салып өртейтін болған. Оған шыдамаған адамдар. Әйтпесе тондыру, үсіту дегендерді болған. Арнайы камералар болған, асты бетон, екі шетті решетка, ішіне адамдар кіргізеді, күн суықта, ана сквозняк жел болып тұрады. Үстеріне шу шашып тастайды, кетіп қалады болды. Адам өзі діннен безген кезде өте қиын. Адамнан өткен бір хайуан жоқ қой өзі. Қатыгездіктің шегінде. Соның ішіндегі нәрсенің ішінде өртеу өте жаман болған да. Өртеу. Бірақ ол дүниенің оты. Дүниеде өртенсең өлесің. Тозақта өртенсең өлмейсің. Азап күшейе береді. Бірақ шынымен де сол жерге Алла сақтасын ертең әкеміз, шешеміз, әйеліміз, бала шағамыз түсіп кеткеннен. Пайғамбар сол үшін шыдады да. Пайғамбар тек қана өзіне жақын болған 3-4 адамды құтқару үшін емес, адамзат баласын құтқару үшін осындай үлкен міндетті атқарды. Сол үшін компьютерге, интернетке салсаң да, басқа салсаң да, ең ұлы тұлға десең, Мұхаммед пайғамбарымыз шығатын да, содан да. Өйткені ол кісінің миссиясы бүкіл адамзат баласына арналған миссия еді. Жекелеген отбасына, жұртына, еліне ғана арналған миссия емес. Енді пайғамбарымыз соған қиындықтарға шыдады, бүкіл адамзат баласын құтқарып қалайын деп. Нәтижесін көріп отырмыз. Ол кісінің айтқан діні Африкада да бар, Қазақстанда да бар, Қырғызстанда да бар, Россияда да бар. Оны айтып кеткен нәрсесі. Енді біз адамзат бала түсінген болатын болсақ, ақиқатты біз адамзат баласын құтқарамыз деген нәрсе қолымыздан келмейді ғой. Бірақ біздің жақындарымыз жүр ғой. Әйелдеріміз бар, бала шағамыз бар, Алла сақтасын. Алла сақтасын, егер біздің баламыз қазір біреу машина қағып кетті балаңды десе, балаң тоққа түсіп қалды десе, отқа күйіп қалды десе, не болады? Қалай болады жағдайымыз? Ол жерде де жаңа ағамыз баласы тоққа түсіп жанған кезде, Аллах Тағала балам орнына мені алшы деп айтып кетіппін дейді, қатты уайымдағанда. Ол оңай шаруа емес негізі. Ондай болатын болса, Аллах Тағала бізге Құранда сол үшін айтып жатыр да: "Я айюхаллазина аману, ай иман келтіргендер, қу анфусакум ахликум наро, өздеріңді және әйел бала шағаларыңды тозақтан құтқарыңдар" дейді. Жай ғана емес, соған құтқарыңдар деп жатыр Аллах Тағала. Ол тозақ жаратылып қойған, ол бар нәрсе. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, тозақтың отыны адамдар мен тастар дейді. Адам өртенген кезде ол өте қиын болады. Мен сіздерде көрген шығарсыздар, осы бұрын өзі бір автобус жанарғамен осы есіне шықпаса Қарағанды арасына келген кезде бір автобус өртеніп барымыз қызық болғанда, сол автобустағы өртенген адамдарды, пазик автобусға көрген бауырымызда намаз оқылаған, автобустан бір-ақ қыздыр қалған. Ол қарындасымызды намазға оқылаған. Мен алдымда пазик кетіп бара жатты дейді. Бірақ пазик былай көтерілді дейді жоғары қарай. Жерге түскен кезде атылды дейді. Жанды дейді. Сонда қарап тұрсам қызық дейді. Бірінші атылған кезде 1-2 адам ұшып кетті терезеге. Жанып атыр дейді. Сөйтсе, пазиктің ішінде канистрде бензин болған екен. Жолдың бойында бірдеңе жүре алмай тоқтап қалған, соған соғысқан. Сол кезде бензин атылған. Жанған. Сонда жаңағы жанып жатыр дейді. Түн адамдар өртеніп жатыр. Тез жанады екен, қатты жанады, қап-қара түтін шығады адамнан дейді.
Соны не екенін білмеймін дейді, ана естен шыға алмай біреу сөйтіп сүрініп құлады. И соның үстіндегі адамдар анау қатты не болса керек, от күйдіріп бара болу керек. Үстіне жиіліп жатыр, үйіліп жатыр, и бір кучаға жанып жатыр дейді бәрі. Жанып келеді, ана жанып жатқан адамға барып тоқтайды. Аналар келіп тіріледі, сөйтіп куча болып жатыр дейді, ағай шыға алмай жатыр дейді. Бізде ештеңе істемейді, жанып жатыр, ештеңе істей алмады дейді. Тез жанады екен дейді. Бір май жанған сияқты жанады екен дейді. Қап-қара түтінмен. Сөйтіп соның бәрі жанып кетеді, бәрі өледі. Ішінде бір қыз табылмайды. Жоқ, кішкентай қыз болған ол. Тойдан қайтып бара жатқан бар ғой. Іздестіреді. Білмеймін қанша, біраз уақыттан кейін тапқан. Қыздың аяғы жанған, сол кезде ол далаға құлаған, аунаған кезде өшкен. Сөйткенде ол шок весесіне қаша берген, даладан тауып алған ғой. Балиғат жасына толмаған қыз еді. Кейін ол қыз 5 уақыт намазда қазір. Бұл әлі дүние. Аллах айтып жатыр. Отыны адамдар мен тастар болған дозақтан өздеріңді, бала-шағаларыңды құтқарып жүріңдер дейді. Ертең мен жанатқа кірсем, әкем дозақта болатын болса, оның несі рахат? Асықпа сен. Неге сен дозаққа түскен кеп тұр? Неге сен әкеңді дозаққа түскеніне риза болып тұрсың? Мүмкіндік бар ғой құтқаруға. Ол қиын емес. Сіздерге айтпайын, дозақтан құлып жанатқа кіретін нәрсе қиын емес. Тек сен қаласаң, ықыласың болса болды. Мүмін болсаң, әуелі иманды бол, иман өзі пендеге ашады жол. Абай атаның сөзі. Құранның аяты. Омай мен билла яхди қалба. Сен шын Аллахтың сөзін жоғары қоя білші. Аллахтың разылығын бірінші орынға қойшы. Ақиқатты оп-оңай тауып аласың, таң қаласың. Қандай жеңіл. Осы Қарағандыда орыс бауырымыз жазған кітап. Мен соны бірінші рет шығартым келді. Все же так просто деп шығарды ғой сол кітаптың атын. Бәрі қарапайым екен ғой дейді. Ол басқа христиан дінінде болған. Кейін ислам дініне өткен. Таң қалғаннан ислам дініне все же так просто деп жазды кітабын. Маған қатты ұнады. Өзге дін өкілінен кірген кішкене ғана кітап. Басқалар оқыса екен деп ойладым сол кітапты. Қиын емес, бірақ білмеймін, шайтан жабыстырып тұр да. Саған қиын, өйткені сен ақыретті мойындамаған үшін. Сонда Аллах айтады: "Қу анфусакум ахликум нара", өздеріңді және әйел бала-шағаларын тозақтан құтқарыңдар дейді. Біз бірінші орында баламның білімі қандай болып жатыр, баламның қарны тоқ па екен, киімі бүтін бе екен, жақсы, ол шариғатта қарастырылған. Сауап бар. Бірақ баламның иманы қандай екен осы? Қалай болып жатыр өзі? Осы әке мен шешен бірінші орында алаңдату керек та. Ертең ана балаң дозаққа түсіп кету былай тұрсын, дозаққа түсіп кеткен болатын болса, әкесі мен шешесі оны айтпаған болатын болса, ол дозақта жай жатпайды, әкесі мен шешесін қарғап жатады. Ол қиын нәрсе. وَقُودُهَا النَّاسُ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ. Ол дозақтың арнайы періштелері бар. Періште деген кезде біз енді ойлаймыз ғой, бір нұрдан жаратылған әлем. Бірақ періштелер әртүрлі. Дозақтың періштесі басқа, жәннаттың періштесі басқа. Дозақтың періштесі қандай? Алейх малайкатун ғилазун, дөрекі. Ол солай жаратылған. Бір қабаған иттер болады, түсінбейді ол. Босанып кетсе, кішкентай баланы да талап өлтіре береді да. Дозақтың періштелерінде мейірім жоқ. Сен сүйреп барып, қарның жарылып кетті, шегім ілініп қалды ана талға. Тоқтай тұрды ол, түсінбейді ол. Солай жаратылған ол. Дозақта анандай жерде мейірімді болып өмір сүру мүмкін емес ол жерде. Шидадан және ол күшті, одан құтылып кете алмайсың да. Қашып кету мүмкін емес анадан. Өте жойқын күш иелесі. Аллахтың айтқанын бұлжытпай орындаушылар. Осы аяттан кейін барып келеді ғой, жаңағы сұрақ қойған адамға жауап сол жерде көреміз. Аллах Тағала не деп айтады? Я юхаллазина кафару. Өзі бір-ақ жерде келеді осы ше. Ей кәпірлер деген сөз. Көп жерде адамдар иман келтіргендер, адамдар иман келтіргендер. Аллах айтады, ей кәпірлер дейді.
Ла та'тазирлу яум. Қиямет басталып кеткеннен кейін үзір жоқ дейді. Енді айтпай ақ қойыңдар дейді. Тозаққа түскен несі. Ал енді менде қарасақ, Құранда аят бар. Өмірде де біз сол нәрсені көріп тұрмыз, Алла сақтасын. Мені қатты қорқытып жатқан нәрсе қазіргі заманда. Енді біраз нәрсе оқыдық қой, араб тілін үйрендік, фихтан біраз оқыдық, Ханафи мазхабының біраз кітаптарын, тафсир өттік. Бірақ қазір шынымды айтсам, менде уақытым бар болса да араб тілінен сабақ бергім келіп тұрған жоқ қазір. Уақытым бар болса фихтан бір қатты сабақ беруге қызығайын деп тұрғаным жоқ. Білім жетіп тұрған болса, тәжвидтен сабақ беруге қатты қызық тұрған жоқпын. Өйткені мен өте қорқынышты нәрсені көріп тұрмын. Басылар айтпай қойып, мұсылмандар ширкке кіріп бара жатыр. 5 уақыт намаз оқитын мұсылмандар, қолында Алланың кітабы Құран бар, әр уақыттар желет жебейді. Біз оларға сыйынып атқан жоқпыз. Оларға бар болғаны айтамыз, біздің дұғамызды Құдайға жеткіз деп айтамыз. Ортада делдал болады. Сендердің білімдерің жоқ екен, тавассулды білмейсіңдер, истиғасаны білмейсіңдер деп ширкке жол ашып жатыр. Қолыңда Құранды ұстап тұр, бұндай сөз айту білмеймін. Сен онда қалай өтіп кеттің ияка нағбуду ва ияка настаин деген аяттан? Сен қалай сонда Аллах Тағаланы ва қала раббукум уд'уни астажиб лакум, Аллах менен сұра деп жатыр да? Біреу арқылы сұра тұрған жоқ. Менен сұра деп жатыр. Мен жауап беремін сендерге дейді. Енді сендерге ол міндетті емес, бірақ қазір интернеттен де көруге болады ғой. Шіркеуге барып қалатын болсаң, поптар өзің жаңағы священнослужительдер деп қойды ғой. Солар кәдімгі медреседе сабақ өтіп отқан сияқты, олар сабақ өтіп жатыр. Сабақтарында кәдімгідей айтып жатыр. Кей кезде поптардың айтқанынан да жаман қылып айтып жатыр да біздің мұсылман болып жүргендер, шапан кигендер. Олар не деп айтады? Мы не поклоняемся святым, дейді. Они не являются источником блага. Источником блага является только один Бог. Они не являются источником блага. Мы всего лишь просим у них, чтобы они за нас поклонялись, помолились. Если кто-то помимо Бога будет поклоняться святым, он не является православным. Кәпірсің деп жатыр. Біз сыйынбаймыз дейді. Біз оларға просто біздің дұғамызды жеткіз деп айтамыз, болды, басқа ештеңе емес дейді. Қандай айырмашылығымыз қалды сонда біздің? Енді қараңыздар, осы жерде тақырыбымызды жалғастырған кезде мынандай нәрсе бар да. Құран тұр, пайғамбар тұр, қиын емес, барлық тілге аударылды, араб тілін білмеймін деген сылтау емес. Оқуға болады. Мен бір Аллаға сыйыну керектігін түсінген кезінде арабша мен де білмейтінмін. Халифа Алтай атамыздың кітабын оқыдым. Мен бірден айттым елге, неге аруаққа сыйынып жатсыңдар сендер? Неге палшыға барып жатсыңдар деп. Мен ол кезде араб тілін білмеймін. Ол анық қазақша Халифа Алтайымыз атамыздың аудармасынан жазып қойған. Енді жалпы біз Құранда көріп отырмыз. Ибрахим алейхиссалам Құран аяттары бойынша жәннатқа кіреді, әкесі тозаққа түседі. Азар. Оған аят бар, оған сахих хадистер бар. Баласы пайғамбар, әкесі тозаққа түсіп жатыр. Нух пайғамбар жәннатқа кіреді, баласы тозаққа түседі. 4 баласы болған, Хамсам, Яфас, Кинан. Қазіргі кездегіні айтып жүргендер өздері білмейді. Ол көп адамдар ойлайды, светский учен екен деп. Арабы, евреи, это семиты, семитские народы. Это хафиты, это яфиты деп қояды. Олар біліп атқан жоқ. Не айтып атқан? Семитский, Нух алейхиссалам баласына самды айтып атыр ғой, самнан тарағандар семиттер дейді. Хамнан тарағанда хамиттер дейді. Яфастан тарағанда яфиттер дейді. Біздер яфиттерге жатамыз. Яфиттерге жатамыз. Қаншалықты адамдар надан болып кетті деймін да.
Семиттер. Кім? Откуда взял такой термин десе? Нұқтың баласын айтып жатсың. Сен светскийдің өзінде ойдан құрастыра алмайсың да. Адамның тегі бір жерге барып тірелу керек. Нұх пайғамбарға барып тіреліп тұр. Сол кезде екінші шежіре басталады. Нұхтың өзі 4 баласы болған, бір баласы Кинан, иман келтірген жоқ. Кетті, кейін баласы ғой. Әлі дозаққа түскен жоқ. Жаңағыда айтып отқан сияқты, сен жәннатта болсаң, шешең дозақта болса, жәннаттың несі рахат деген сұрақ қойып отыр ғой. Әлі о не болған жоқ, бірақ Нұх пайғамбар бұл дүниеде бала суға кетіп қалған кезде, ол ақыреттегі жағдайын қиын екен білді да, Аллахтан сұрай бастады ғой. Иннаху мин ахлия, Алла, ол менің балам еді деп. Сол кезде Аллахтан ескерту келді. Иннаху лайса мин ахлик. Ол сенің балаң емес деді болды. Есімізде болсын. Біздің балаларымыздың қайсы иманда, қыздарымыздың қайсы иманда, олар біздің балаларымыз. Жәннатта да үміт етеміз. Қайсы иманда жоқ, ол уақытша ғана. Аллах Нұхқа айтты, ол сенің балаң емес деді. Иннаху амалун ғойру салих. Осының екі тәпсірі бар. Иннаху, яғни сен балаңның істеген тірлігі жақсы емес. Болмаса, сенің балаңа кәпір екенін біле тұрып жасап жатқан дұғаң жақсы емес деген сөзді. Сен қалай кәпір балаңның Құдайға қарсы шыққанын көре тұрып, Құдайдан тәкаппарлығын көріп тұрып, оған дұға қылып жатсың сен. Аллахтан артық қойып тұрсың ба? Сол кезде Нұх пайғамбар Аллахтан ескерткен кезде не деп айтты? Аллах тағала білімсіз дұға қылғаннан сақта деп өзінен пана сұрайын деп кешірім сұрады. Дүниеде бас тартты баласынан. Құран аятында көретін болсақ, Ибрахимнің әкесі дозаққа түседі екен. Құран аятын көретін болсақ, Нұх пайғамбардың баласы дозаққа түседі екен. Құран аятын көретін болсақ, Лот пайғамбардың әйелі дозаққа түседі екен. Осылай біз көріп тұрмыз, бұлардың бәрі пайғамбарлар. Тура сол сияқты жай адамдардың ішінде де ондай болып қалуы мүмкін. Сол үшін ғалымдар айтады, егер бір адам болса дейді, ол алдындағы әкесі мен шешесінің ла илаха илlallah деп дәрет алып намаз оқып жүргенін көрсе дейді. Алдындағы әкесі мен шешесінің. Артындағы мен әйел бала шағаларының өзімен бірге намаз оқып жатқанын көрген болса, қандай бақытты жан дейді. Бұл адамға көп шүкірлік ету керек. Шын мұсылман адам, жақын адамның, сүйікті адамның діннен алыс болып дозаққа түсіп кету қаупі бар кезде, сен әлі анау жәннатты айтпай-ақ қой, мына дүниеде рахаттан алмайсың. Мына дүниеде рахатты емес. Сен кешкен жәннатқа асықпай тұра тұр. Қазір оған барамыз біз. Сұрақты былай қою керек та. Сен жәннаттың кілтін алып алыпсың қолыңа намаз деген. А сенің әке шешеңде жоқ қой ол кілт. Несіне рахаттанып жүрсің сен деп сұрақ қойсаң болады да. Несіне сен мәз болып жүрсің? Баяда бір бауырымыз айтқан сияқты, батыстан бір сондай уақыт болып еді ғой. Ананы тыңдама, мынаны тыңдама, ижаза жоқ деген бір сондай көп болып кетті ғой. Ана бауырымыз хабарласып, Дарын ағам ренжімеңші дейді да. Ренжімеңші дейді. Мешітке баратқан кезде, бір 5 уақыт намазды мешітте оқитын дейді. Баратқан кезде бір жігіттер бар, 5 алып күтіп алады да, кім тыңдап жүрсін, сосын Дарынды ойбай ол бірдеңе, ихуан, анау, мынау тыңдауға болмайды. Сосын тұрдым да, қойшы бауырлар, мен білмеймін, дінге келуіме себепке сол, мен тауқид содан түсіндім, мен намаз содан түсіндім, мен рахат алып жүрмін. Жоқ ол мынандай, сен біл, дін деген ол ілім, ілім деген ол дін, дінді кімнің алғанын қарау керек деп. Сосын тұрдым да, бауыр, мен білмейді екен, бірақ мен ол кісіні көрген емеспін, бірақ мен телефоны бар, бірақ сыйлаймын. Өйткені сол кісінің арқасында мен тауқидпен намаз түсіндім. Мен үйдегі әкем сол кісінің арқасында намаз оқыды. Мен ол кісінің алдында өзімді қарыздар сезінемін, бауырлар. Кетем, қайтадан осы тема. Сосын бір ғана ашуланып кеттім да айттым, мен сені танимын ғой. Саған сұрақ қойыңшы деп айттым дейді. Ашуым келгені түнгі 12-ні асып кеткен звондап жатыр екен дейді. Сөйтіп телефон көтеріп қойдым дейді, ұйқылау. Не болды, брат, тәубе қылдың ба деп айтты дейді. Неден деп? Дарын тыңдағаннан деп айтты дейді. Сол кезде шыдамай кеттім, бауырым деп айттым дейді. Сен маған айтшы деп айттым дейді. Әкең намазға келді ме? Жоқ деп айтты дейді.
Шешең сен? Жоқ. Ана ініңді танимын ғой, келдім анауызға. Жоқ деп айтты дейді. Сен дарынға қиналмай-ақ қой, сенде уайымдайтын нәрсе көп. Саған дарынға дейін, саған оны ойлайтын уақыт жоқ деп айтты дейді. Шынымен де солай да негізі. Білмеймін, қанша адамдар бар, мен тозақта көргім келмейді, ол жақын адамдар. Оларға айту керек, түсіндіру керек. Сол үшін пайғамбар сондай қиындыққа сабыр қылды ғой. Нұх пайғамбардың да жанашырлығы сонда, ол жанашырлықта негізі 10 ғасыр деген шыдап беру деген, ой бұл әкең шыдамайды ғой. Енді екі нәрсеге тоқталайық. Бірісі хадис, бірісі аяттар. Ибрахим алейхиссалам әкесін уағыздады. Құранда келген кезде әкесі серік қосатын еді. Уағызын көрсем не деп келеді? Я абати, я абати, я абати, әкешім менің деп барынша айтты. Уағыз айтқан сонша әкесі айтты, ла аржуманнак, балам деді, аузыңды жапшы деді. Бір таспен ұрып өлтірем деді. Баласын айтып отыр да пайғамбар, таспен ұрып өлтірем деді. Баласы айта берді, таухидты тарата берді. Сөйтіп жүрген кезде не болды? Ана пұттарды сындырды, түсінсін деп. Сөйтіп пұтқа сыйынатындар келді. Өзі сондай қызық мына. Пұттар деген сол тас емес қой. Пұттың ар жағында бір тұлға тұрға әулие ғой, соның мүсіндері ғой. Әлі өзгерген жоқ. Ибрахимді отқа тастаған адамдар, қазір әруаққа сыйынып жүргендер бар ғой. Әруаққа сыйынуға болмайды десең, сен де отқа қолына билік берсең, сен отқа тастайды. Өртейді. Ойланбайды ешқандай. Ибрахимді отқа тастады. Сонда әкесі кеп қарап тұрды. Естеріңіз болсын, мейірім таухид ұстағандарда болады. Қатыгездік, ширкте жасап жүргендер болады. Туған әкесі қарап тұр. Баласын тастаған кезде, бұл мен балам еді, енді қоя салыңдаршы енді деп айтпады да. Ал, айтып едім, қоймадың ғой сен. Осы бір тіліңнен табасың деп едім, ал енді деп. Үлкен от жанып жатыр. Баласын анау неге манжаник деп қойды, катапульта. Соған салып лақтырады. От жанды, жанбай аман-есен шықты. Барда ва салам, Аллах Тағала салқын қылды, сәлеметті қылды. Сонда әкесінің айтқан сөзін білесіңдер ме? Не сөз айтты баласына? Баласы оттан аман шыққан кезде. Робукан, балам, сен Құдайың күшті екен, деп қояды да. Иман келтірген жоқ. Ибрахимді отқа лақтырам деген кезде патша, залым патша, мыңдаған адам жиналған. Соның ішінен бір-ақ адам иман келтірді. Шын иман келтірмеді. Енді соның бәрі өтті хадисте. Енді Аллах Тағала алдын ала не болатынын біледі. Ертең қиямет болады. Сонда Ибрахимнің әкесі имансыз, қиналған, көзбен көрді. Сөйтіп баласын іздейді, табады. Ибрахимге келеді. Сахи хадис бұл. Сөйтіп келеді, я бұная балам дейді. Қарасы әкесі келіп тұр, азар. Қатаратын, ғабаратын, түрі түңеріп кеткен, шаршаған, енді өте бақытсыз адамда. Көзі, бет-әлпеті, енді әкесін көрем деп ойлаған жоқ. Ибрахим алейхиссаламның өзінде жағдайы ана қиямет күні ұмыттырып жібереді ғой бәрі. Бірақ әкесі кеп қалған кезде, балам пайғамбар ғой, құтқарама деген сияқты оймен. Көрген кезде айтып едім ғой, саған әке, қарсы келме деп айтып едім ғой деп. Алеймәлә аңсек балам, енді қарсы келмеймін болды деді, түсіндім деді. Бұл қиямет бірақ. Сол кезде Ибрахим алейхиссалам Аллахқа дуалай бастады. Я Алла, сен қиямет күні мені қор қылмаймын деп едің ғой. Жоғарыда сұраққа кеп тұрды. Туған әкең жәннаттан алыстаған болатын болса, бұл қорлық емес пе Аллах Тағала? Деп Аллахқа жалбарына бастады. Сонда Аллах айтты, «Инни харрамтул джанната алал кафирин». Аллахтың сөзі өзгермейді. Дүниеден ақыретте де. Жәннатты деді мен, кафірлерге харам етіп қойғам деді. Жәннатта үлес жоқ, кафірдің үлесі жоқ. Әкесі пайғамбар болса да, баласы пайғамбар болса да, кәпірдің жәннаттан үлесі жоқ. Ол Құранда айтылып қойған. Кәпірдің жәннаттан үлесі жоқ. Мен харам еткем деді.
Әкең ба деді. Қарашы әкеңе деді. Аяқ астына қараса, әкесін неге айналдырып жіберген? Гиенаға айналдырып жіберген. Сол кезде әкесіне деген мейірім кетіп қалды да. Ғалымдар енді түсіндіреді оның гиенаға айналу себептерін. Әкесі тастап дозаққа кетіп қалды, болды. Бұл дүниедегі оқиға, бұл қияметтегі алайында дозақ пен жанат шешілді. Біреу дозаққа түсті, біреу жанатқа кірді. Жанатқа кірген адамдар шынымен де қалай рахаттанады екен деген сұрақ ойланып қалуымыз мүмкін. Сен жаннатта жүрсің, әйелің дозақта жүр. Алла сақтасын. Жай мысалдарға болмай-ақ қойсын, Алла сақтасын. Мүлдем ондай естімей-ақ та, көрмей-ақ та үмітпен өтейікші. Ватаржу миналлахи ма ла аржун дейді ғой. Ей иман келтіргендер, сендердің үміт етіп отқан нәрселеріңді дейді, кәпірлер үміт ете алмайды дейді. Кәпірлердің бүкіл арманы кеудесін жан шыққан кезде бітеді. Қабірдің шұңқырымен бірге армандары көміледі. Олардың өздері көмілмейді. Арманы, мақсаты бәрі бірге көміледі. Бітті. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Аллах Құранда айтады, кәпірлердің рахат өмір кешіп, қаланы кезіп, рахаттанып жүргендеріне сендер алдамасын. Да не нужен мне Бог. Құранна написано люди сами. Я атеистка, я тенгрянка, мен тенгрянспын, мен атеистпын. Жоқ, мына мұсылмандарды көшіңдер бар Ауғанстанға. Қазір бәрі нормально сенде. Аллах айтады. Бізге айтып жатыр, оларға емес. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Кәпірлердің осы құтырған, рахаттанып, киген киімдері, дүниесін шашып, рахаттанып жатқан алдамасын сендерді дейді, алдам қама. Мен намаз оқыдым, не пайдам? Намаз оқымаса да рахат өмір кешіп жатыр, алдам қама дейді. Матаун қалилун. Бұл аз ғана пайдалану дейді да. Сен 100 жыл өмір сүріп, 100 жыл рахат өмір сүрсең де бұл аз. Бұл аз негізі. Міне араларыңызда 60-ға келіп отқан кісілер бар. Просто сұрап көріңіздер, кейін. 60 жыл қалай өтті екен деп сұрап көріңіздер. Мен 50-ден астым. Мен айтып беремін сіздерге. Мен 40-тан кейін ойланып қалдым. Қазір ойлаймын. Егер пайғамбардың жасына дейін өмір сүретін болсам, бір 10 жылдан 11 жыл қапты ғой деп қойып отырмын да қазір. 10 жыл деген бір мектеп бітіреді ғой, болды. Ол егер сондай өмір бар болса, оны Алла біледі. Көзбен көріп жатсыңдар, бір күннің ішінде қанша адам кетіп қалып жатыр. Жаңағы айтып отқан кісілеріңіз жолдан апат болған. Ол өлем деп ойлады ма солар? Ойлаған жоқ қой ешкім. Біз білмейміз. Сонда олардың мәтәун қалин, аз ғана пайдалан дейді. Сумма маъуахум жаханнам, ал баратқан жерлер жаханнам дейді. Оған несіне таңғаласың? Ойбай, у них все шикарно деп. Иман жоқ жерде шикарно деген нәрсе жоқ. Иман жерде шұңқырға бәрі көмілейін деп жатыр, болды. Ешкім дүниеге алып кетпейді. Ферғауын алып кетіп қаппа байлығын. Әкеткен жоқ қой. Қандай жаман баратқан жерлер дейді. Аллах айтады, олардың баратқан жерлер өте қорқынышты, жаман нәрсе дейді. Ал жақсы, енді жанатқа адамдар кірді, дозаққа адамдар түсті. Дозақта адамдар енді үлкен бір әлем ғой. Оның ішінде от бар, оның ішінде суық бар, оның ішінде су бар, оның ішінде улы жәндіктері бар, шаяны бар, жыланы бар деген сияқты. Ішінде шайтаны бар, жыны бар, араласып отқан шыңғырып жатыр, киім жоқ, жаны жатыр. Өте қиын, неше түрлі, Алла сақтасын. Бір азаптар, жылаған, еңіреген адамдар. Ол жерде жатқандар кәпірлер, мушриктер, мұнафиқтар. Мұсылмандардан түсу мүмкін, бірақ шығарылады да түбінде. Түбінде шығарылады. Бірақ енді дозаққа қолдан келсе, мүлдем түспей-ақ қою керек. Аллах Құранда айтты, бұл жай сөз емес. Естен шығармаңыздар. Аллах не деп айтты? Күллу нафсин заиқатул маут. Бүкіл жан егесі өлімнің дәмін татады. Біз сенеміз. Құр өлмейміз, өлім дәмі бар екен. Ал атеистер жоққа шығарып көрсін. Мен өлмеймін деп көрсін.
Мен таптым, менде возможность бар. Ғылым мен технология дамыды, болды, мен өлмеймін деп айтып көрсін. Бар ма сенде оған нәрсе? Одан кейін Аллах Тағала не деп айтады? Фәмән зухзиха анин нар удхил жанната фақат фаз. Міне осы точкасы. Бәрің өлесің. Мұсылман да өледі, кафір де өледі. Мұсылман болсаң да өлмей қаласың деген әңгіме жоқ. Мұсылмандардың бәрі 100 жыл жасайды деген де ондай гарантия жоқ. Мұсылман да өледі, кафір де өледі, жақсы да өледі, жаман да өледі, жас та кетеді, кәрі де кетеді. Ол өзек жанға бір өлім. Бірақ мәселе неде болып тұр? Кім тозақтан құтылып жәннатқа кірген болса, фақат фаз отқан адамдар осы дейді. Яғни сенің мақсатың тозаққа түсіп кетпеу. Осы негізгі мақсат. Енді қазір қараңыздар, тозаққа түсті бір адам жәннатқа кірді. Мына жақта әкесі жатыр, мына жақта баласы жатыр, мына жақта күйеуі жатыр, мына жақта әйел жатыр деген сияқты, енді бауырлар жатыр екі жақта деген сияқты. Сонда жәннатта қалай сенің әкең тозақта екенін біліп, шешең тозақта екенін біліп, қалай рахаттанасың деген сұрақ қой, енді жоғары сұрақ. Оны ғалымдар бірнеше түсіндірме береді. Бір түсіндірмесі ұмыттырып қояды дейді. Олар неге сүйенеді? Жәннаттың нығметі сондай, сенде қайғы, уайым деген болмай қалады дейді. Сондай ләззат дейді, ұмытып кетесің сен оларды дейді. Ұмытып қаласың дейді. Алхамдулиллахиллази азхаба аннал хазан. Жәннатқа кірген адамдардың айтатын сөз не болады? Бізден уайымды кетірген Аллахқа мақтаулар болсын дейді. Адам мына өмірде сүрген кезде уайымнан толық құтыла алмайды, қайғыдан. Сен табаның жәннатқа тиген кезде, сол кезде айтатын сөзің уайым кетеді, болды. Біреусі ұмыттырылады дейді. Жәннаттың нығметтері ұмыттырады дейді. Екіншісі бар, ғалымдардың түсіндірмесі, оған да дәлелдер бар. Ол одан да қорқынышты. Тозаққа түсіп, мәңгіге қалған туысқандарын дейді. Мәңгіге қалған туысқандарын жеп көргізіп қояды дейді. Сен жақсы көрмейсің тозаққа түскен екен. Сен жақсы көрмейсің тозаққа түскен шешеңді. Сен жақсы көрмейсің тозаққа түскен әйеліңді. Болды уже, махаббат жоқ уже. Өйткені сен әкем, шешең деп жақсы көріп тұрған, бұл дүниедегі Аллахтың қойған махаббат едің. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Аллах Тағала араларыңда махаббат, мейірім қойды дейді. Аллах сенің жүрегіңе салған екен, сен оларды жақсы көріп тұрған едің да. Крокодил деген жыртқыш аң да, анау су ішем деп келген зебраны желкесінен қырқып алып, суға тартып жеп қояды. Бірақ өзінің баласына келген кезде, кішкентай жұмыртқа ашқан баласының кезде, тісімен бір жағынан екінші жағына тасыған кезде, ай бір зиян тигізбейді ғой, тісімен ақырын тістеп тасиды да кішкентай балаларын. Оған да сондай мейірім беріп қойған. Сол үшін сенің жүрегің, сені күлдірететін, жылататын, сенің жүрегіңдегі сезімнің егесі Аллах Тағала. Иннаху адхака ва абака. Күлдірететін, жылататын Аллах Тағала дейді. Жәннатқа кірген кезде бұл өте қорқынышты. Егер сенің қайсы туысқандарыңнан, жақындарыңнан, жақсы көретін достарыңнан, достар болады бірін-бірін жақсы көретін. Оған байланысты аяттар бар. Достар бірін-бірін көреді. Бірақ бірін-бірін өте жақсы көрген дос болады. Бірақ біреусі намазда болған, біреусі дінде болған, біреусі дінде болмаған. Солар бір-бірін көреді. Аллах Тағала жеп көргізіп қояды дейді. Не үшін? Кәфір болған үшін. Сен оған қайғырмайсың же. Бұл одан да қорқынышты. Тозаққа түскен әке мен шеше кәфір болатын болса, балам мені ойлап жатыр деп ойлай алмайды да болды. Егер көрсетсе, олар бір-біріне баласында әкесіне шешесіне мейірім болмайды. Күфірлік деген өте жаман нәрсестер айтып қой. Өйткені күфірлік деген Аллахқа қарсы келу. Ал біздің нығметіміз де Аллах Тағаладан, біздердегі сезімдер де Аллах Тағаладан. Бірін-бірін сондай жақсы көрген ерлі-зайыптылар махаббат болған. Егер екеуі екі бөлек болып түсетін болса, ойлаңыздар,
Асия Фирғаунды жақсы көреді деп ойлап тұрсыздар ма? Фирғаун әлі Асия жанатқа кіреді, жақсы көрмейді, жеп көреді. Жеп көрші деп қояды дейді. Сонда тозақтағыларға оттан бөлек екінші азап болып тұр да. Қандай азап? Сенің ең жақын адамдарың жәннаттағы сені жеп көріп тұрды. Сен туған балаң жеп көріп кетеді. Тозаққа түссің, кәпір бол. Әкең жеп көріп кетеді. Шешең жеп көріп кетеді. Әйелің жеп көріп кетеді. Оған дәлел ретінде Аллах Тағаланың Құрандағы аятын келтіреді ғалымдар. Ол жерде айтылады: "Ванада асхабун нари асхабал жанна". Тозақтағы жаннаттағылар бірін-бірін болатқан кезде Аллахтың арасында бірін-бірін көруге мүмкіндік береді. Алғашқы кезеңдерде атеист дегендер бар, өзі бір Құраннан бір хадис өтірік табам дейді да, бір өзінің ақыл жетпеген нәрсесіне соны өтірік деп ойлайды. Алғашқы кезде осы аяттарды атеисттер өтірікке шығарған. Тозақ ол өзінше үлкен әлем бөлек екен, жаннат бөлек екен, бір-бірін араласпайды екен. Құранда дозақтағылар жаннаттағыларды көреді, жаннаттағылар дозақтағыларды көреді. Қалай көреді алыстан ол? Жақындатсаң дозақ жаннатты өртеп жібереді деп осындай бір айта берген да. Біз мына заманда осы Қазақстанда отырып, Америкада Трамптың қазір не сөйлеп жатқанын көре аламыз. Солай емес пе? Қалай көре аламыз? Адамдардың ойлап тапқан технологиясының арқасында. Ал Аллах Тағалаға ол қиын бола ма? Көрсету қиын болмайды. Сонда "Ванада асхабун нар ва асхабал жанна", дозақтағылар мен жаннатта бір-бірін көрген кезде тәпсірде келеді, жаннаттағылар дозақтағыларды танымайды. Өйткені жанған, күйген. Енді Ибраһим әкесін қалай таңдайды? Егер шегір болып тастаған, гиена болып тасталған болатын болса. Түр әлпеттері жануарға ұқсап кеткен. Маңдайларынан сүйектері көрініп тұр, күйіп қалғаннан. Үйтілген қойдың басы болады ғой, сол сияқты. Шыңғырған, бақырған, шектері салбыраған, киім жоқ. Өте қорқынышты адамдарды көреді. Ал дозақтағылар, жаннаттағылар таниды. Сол үшін не дейді? Дозақтағылар жаннаттағыларға айтады дейді. "Ванада асхабун нари", дозақтағылар жаннаттағылар шақырады дейді. Тәпсірде келеді, ағасы інісін таниды дейді. Әкесі баласын таниды дейді. Жаннатта жүрді. Сөйтіп соларға айтады дейді: "Ей аға, ей әке, ей күйеуім" деген сияқты. Айтады дейді. "Ванада асхабун нар асхабал жанна ан афиду алейна минал маи мимма разақакумуллах", сендерден ішіп жатқан суларыңды беріңдерші бізге. Ана жаннаттың жемісінен беріңдерші деп сұрайды дейді, туысқаны ғой деп. Тозақта жоқ ол нәрсе. Тозақта қайнаған су, ірің су, тікенек, тамақ. Тозақтың тамағы бар, өзінің суы бар, бірақ өте қиын. Беріңдерші дейді. Жаннаттағылар не деп айтатын білесіз бе сол кезде? Қалу, жауап береді дейді. Әке, дүниеде Ибраһим алейхиссалам әкесіне абати, әкешім деп сөйлеген. Сонда әкешім деп сөйлейді дейсіздер ме ол кезде? Анашым деп сөйлейді. Сүйіктім, жарым, күнім, жаным деген сөз сөйлейді деп отырсыздар ма? Қалу, жаннаттағылар айтады дейді. Инналлаха, расында Аллах Тағала харрамахума алал кафирин, кәпірлерге жаннаттың сусыны мен тамағын харам еткен деп жауап береді. Олардың жүрегіне оларға деген махаббатты алып тастаған дейді. Сен әкеңді жақсы көріп тұрсың, өйткені Аллах сондай махаббат қойды. Шешеңді жақсы көріп тұрсың, Аллах сондай махаббат қойды. Әйелін жақсы көріп тұрсың, сондай махаббат қойды. Сол қойылған махаббатты қайтып алып қоямын десе Аллахқа қиын емес. Сол үшін сөзімізден тиянақты кеп айтатынымыз, бұған сұраққа жауап берсеңдер, ай сен қарасайшы ол. Аспан жерге қара, жаратылысқа қара, бәріне қара. Неге сен сол дозаққа барған кейін шешкін кеп тұр? Қазір шеш. Қазір сенде мүмкіндік бар. Пайғамбар келді. Ойдан құрастырған тұлға емес. Құран түсті. Ертеге емес, ақиқат. Құран аятында келген сияқты,
Ақыретке сенбегендер, Аллахты менсінбейтіндер, пайғамбар жоққа шығарғандар айтады дейді. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Қашан осы сендердің қиметтерін қорқыта береді? Қашан осы? Қашан болады деп айтады дейді. Аллах айтады. Пайғамбар айт дейді. Құл яумал фатхи, қиямет басталған кезде дейді. Фатх деген ашу ғой екен, үкім шығарылатын күн. Ла янфау аллазина кафару иманухум. Ол кезде кәпірлердің иманы көмектеспейді дейді. Ленин кәпір, Ферғаун кәпір. Кәпір олардың өмірін өтіп кетті. Карл Маркс кәпір. Бірақ қазір олар кәпір емес. Олар şu иман келтіргендер, аяқты көрді көзбенен. Бірақ олар көмектеспейді. Құл яумал фатхи ла янфау аллазина кафару иманухум. Өлгеннен кейін кәпірге иманы көмектеспейді дейді. Сен қазір жасап қал. Аллаху яқбалу таубатал абди ма лам юғарғир. Аллах пендесінің тәубесін қабылдайды, жаны алқымына келгенше дейді. Сол бағлы енді уақыттарыңызды алып қойсам айып етпеңіздер. Бана сұрақ кеп қалған, соны бір айтып отқанымыз ғой. Бұны айтайын дегеніміз, шынымен Аллах тағала айтыр, біздің жақындарымыз, жақсы көретін адамдарымызды жаннатта бірге болу насіп етсін. Нығмет, жаннатқа кіру деген нығмет, бірақ жаннатқа жақындарыңмен кіру деген бұл нығметтің үстіндегі нығмет. Мен сіздерге айтып жеткізем, жаннатқа барғаныңыз әке шешеңді көрген кезде қандай болатын. Мен сендерге айтып жеткізем, жаннатқа кірген кезде бала шағаңды көрген қандай болатын. Әйелдеріңді көрген кезде қандай болатын. Бұған әрекет керек. Лайса би амаликум. Жаннат армандап кіретін жер емес, амалдап кіретін жер. Дүние мынау, бауырлар, дүние алдамасын бізді. Мынау дүние, бұл уақытша. Бұған алданып қалмайық. Алдымыз үлкен нәрсе келе жатыр. Өлім келе жатыр. Қалаймыз ба, қаламаймыз ба? Барзақ әлемі күтіп тұр, қалаймыз ба, қарамаймыз ба? Есеп бар, қыл көпір бар, таразы бар, амалдаптер бар, тозақ бар, жаннат бар. Сол кезде жаннатты саған балаң кеп айтатын болса, әке, Алла разы болсын саған, бізді дінді үйреткеніңе деп. Қызың айтса, әйелің айтса, әке шешең айтатын болса, көресің, ол басқаша болады. Ва ақбала бa'дуна бa'ди ятасаалун. Жаннаттағылар дейді, бірін-бірін таныстар кездесіп отырады дейді. Қалу инна күнна қаблу фи ахлан мушфиқин. Біз дүниеде Аллахтан қорқушы едік дейді. Дүниемен көп алданып қалмайық бауырлар. Кей кезде әйеліңмен отырып, қазір кезінде Құдай бізді кешірсін, әсерленбейміз ғой негізі. Құран аяттарына, хадистерге қандай жылайтынымыз. Ilgari сахабалардың, табиғандардың өмір көретін болсаңдар, ерлі зайыптар Құран аятын бірге оқып жылап, күйеуі намазда имам болып тұрып, артына әйелі жылап. Бізде қазір енді керісінше ғой. Әйелдер жылап жүр, күйеуім мені бақпайды, дөрекі, ұрады, боқтайды, ұрсады деп. Еркектер жылап жүр, әйел мені сыйламайды, құрметтемейді деп. Не үшін? Егер кімде-кім ақыретті бірінші орынға қоймаса, дүние әуре қылады, естеріңізде басын. Дүние әуре қылып тастайды. Кімнің мақсаты уайымы ақырет болса, дүниесін Құдай реттейді. Ал кімнің мақсаты әуресі дүние болатын болса, Аллах дүниесін шаршатып жібереді, дүниемен шаршатып жібереді. Дүние бақытты қылатын нәрсе емес, дүние пайдаланатын нәрсе, естеріңізде болсын. Дүние ол пайдаланатын нәрсе. Бақытты Құдай береді. Сол үшін аз ғана нәрсеге алданып қалмайық. Неше түрлі фитналар бар. Аллах Тағалаға әрқашан дұға қылып жүрейік. Құран өзі үйреткен дұғамызды жасап жүрейікші. Рабби жаални муқимас-салати ва мин зуррияти. Раббана тақаббал дуа. Субханаллах, қандай керемет дұға. Раббана хаб лана мин азважина ва зурриятина қуррата аъюн важ'ална лил-муттақина имама. Қандай керемет дұға. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم الحساب. Қандай керемет дұғалар, әке-шешеге салады. Бәрі де иманға қатысты нәрсе. Ибраһим алейхиссалам бекерден бекер абати деп шырылдаған жоқ. Әкешім ең сонда әкешім не болып кетті. Сондықтан шынымен де Аллах Тағала дүниенің өзінде де біздің күнәларымызды кешіріп қойсын, Құранға деген махаббатын нәсіп етсін.
Құран жай ойын үшін, ермек үшін түскен жоқ. Уама хуа бил хазл. Құран әзіл емес дейді. Айтылған нәрсе жәннат кәпірге харам деді ма, о дүниеде харам болып қалады да. Кәпір болып кететін болса. Сол үшін соңғы аятым Аллах бізге не деп бұйырды? Я айюхалладина аману иттақуллаха хаққа туқатихи. Ей иман келтірген, Аллахтан шын қорқумен қорқыңдар. Вала тамутунна, өлме дейді. Илля ва антум муслимун, мұсылман болмайынша дейді. Мұсылман болмай өлу бұл страшный нәрсе, қорқынышты нәрсе. Мұсылман болмай өлме дейді. Әйтпесе осындай жағдайға ұшырайсың дейді. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.